Адамның жүрегі екі түрлі болады екен күнәге жолыққан кезде. Біреуінің жүрегінде күнәға деген ниет жоқ. Түсіндіңіз ба? Күнәға деген ниет жоқ кезде Алла Тағала аман алып қала береді. Юсуф алейхиссаламды аман алып қалғандай. Өйткені ол біздің ықыласымызға бөленген құлдардан дейді. Ал егер де жүректе дерт болса, ол тоқтамай қалуы мүмкін. Жүректің өзі дұрыс болмаса тоқтамай қалуы мүмкін. Соқтан Алла Тағала бізге Құранда не дейді? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману алейкум анфусакум. Ей иман келтіргендер, мына жандарыңды қорғаңдар дейді. Өздерің үшін жауап бересіңдер дейді сендер. Ла ядуррукум ман долла иза ихтадайтум. Анау адасып жүргендер ешқашан сендерге зиян тигізе алмайды дейді. Түсіндіңіз ба? Егер де өздерің түзу болсаңдар дейді. Өзіңнің ниетің түзу болса, өтіп баратқан қыздың кінәсі жоқ, ашық-шашық. Ол діннің несін танымайды әлі, мүмкін келер жолға. Бірақ дәл қазір ол сынақ ретінде өтеді алдыңыздан. Ол өтіп баратқанда оның кінәсі жоқ дейді. Бір ашық-шашықтар деген сөз өзіңді ақтау ол. Түсіндіңіз бе? Екі адам отырасыз, мысалы, бір бауыр екеуіңіз машинада отырсыз, сосын бір жаңағыдай қыз ашық-шашық бір қыз өтеді. Сосын көзіңіз түседі, бауырыңыз отыра қасыңызда, астағфирулла. Сосын шайтани нелер қойды, әрекеттер қой мынау дегендей мәселе. Өтірік бәрі өтірік. Алла өтіріктен сақтасын, құрметті жамағат. Тек қана шындық деген нәрсе көрсетеді. Анау бауырың болмаса, продолжение следует болады ана жерде. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Ана қайта бауырың әйтеуір не болса да сақтап қалды. Түсіндіңіз бе қандай мәселе? Өзіңді ақтап, өзіңді мақтау, ана жаман қылып көрсетіп алмаудан сақта. Не керек ол? Мысалы, қонақ келеді үйге. Үйіңізге қонақ келеді, жаңа балаларыңызға айқай-шу бірдеңкелер шуылдап жатады. Жаңа қонақ келіп, ей, айқайламаңдар, үйдерді жақсы алып көрсету керек. Өз бола берсін қалай табиғи жағдай. Барлығының үйінде сондай болып отыр. Қай үйде бір керемет тыныштық болып отыр дейсің, бала жүрген жерде мысалы. Шуылдайды, бірдеңкені құлатады, екіншісі. Көрдіңіз бе? Оның бәрін бүйтіп жаңағы өзің жақсы. Одан не ұтамыз біз? Ештеңе күтпейміз ол жерден. Әрине, ол кісілер бір баға беріп кетуі мүмкін, осы кісінің үйі тыныш бір керемет деп. Бірақ асыл олай емес қой. Бұл не болады? Бұл өзіңді ақтау болады. Өзіңді мақтау, өзіңді жақсы қылып көрсету. Ешкім бұлай жаман ойламасын біз туралы деген нәрсе ол. Ол шындықтың қасында бұл жағдайлар не ұтады? Ештеңе өтпейді бұл.